Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін молочная девочка, яғни сүтті қыз тортының рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен миксеріңіздің ыдысына жұмыртқамен қойытылған сүтті салып, миксермен араластырамыз. Мендегі рецеп 26 диаметрлік өлшем бойынша жасалған. Оны азайтып, көбейтіп жасасаңыздар да өз еркілеріңіз. Видеоның соңында мен рецебін шығаратын боламын. 20 диаметрдің рецебі және 26 диаметр рецебін шығаратын боламын. Менің осы рецебіммен 9 корж шықты. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Өте дәмді және биік шығады. Міне осылай жұмыртқамен қойытылған сүтті араластырдық. Енді оның үстіне еріген сары майды салатын боламыз. Сары майды салып, тағы бір араластырып аламыз. Әбден араласқаннан кейін ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқыш салып, осылай електен өткізіп, тағы бір араластырамыз. Біздің осында массамыз дайын болды. Енді пергамент қағазын алдын ала өзіңіздің қалаған диаметріңізге өлшеп сызып аласыз. Менікі мына жерде 26 диаметр. Оны қысқартсаңыздар да болады. Осындай пергамент қағазына осындай сорпа құятын осындай шөмішпен бір шөміш салсаңыздар жеткілікті. Бәріне сонда 9 пергамент қағазына толықтай жетеді. Осылай спатуланың көмегімен әдемілеп тегістеп жағып аламыз да 180 градустық духовкада 7-8 минуттай қатты қызарғанға дейін емес, сарғыштау болғанға дейін пісіріп аламыз. Міне мен корждарым дайын болды. Осындай 9 корж шықты. Енді крем дайындайтын боламыз. Бізге кремге керегі стевия, творожный сыр және сахарный пудра үшеуін әбден қою масса болғанға дейін араластырамыз. Креміміз дайын. Мен мұндай жерде сахарный пудраны електен өткізбеппін. Електен өткізіп жіберіңіздер сіздер. Енді тортымызды жинаймыз. Ең астына крем жағып аламыз. Тортымыз жылжып кетпес үшін осылай форманы қойып, осы форманың ішіне корждарымызды салып, кремімізді салып, қасықпен жағып, тортымызды жинаймыз. Бұл молочная девочканың корждары өте нәзік келеді. Сондықтан абайлаңыздар. Міне ең соңғы коржын салдым. Кремін жағып, тегістейміз. Формамызды ақырындап алып, жан жағын тегістеп аламыз да, крем жағып. Сосын тортымызды 4-5 сағатқа морозильникке қойып қоямыз. Тортты міндетті түрде морозильникте қою керек, себебі крем қату керек. Сонда декор жасағанда креміміз бұзылып кетпейді. Енді осындай шоколадты қайнап тұрған суға салып, әбден ерітіп аламыз. Сосын үстіне кішкене ғана сұйық май құйып, торттың жан жағына әдемілеп құйып шығамыз.
өзіңіздің қалауыңыз бойынша жеміс жидектермен әсемдесеңіз болады. Менің қолымда киви мен мандарин болды, сондықтан осы екі жеміспен мен әсемдедім. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді, жұп-жұмсақ қылып шығады. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.